Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаңылтпаштар және жұмбақтар. Сонымен бүгінгі сабағымызда жаңылтпаштардың не екенін, жұмбақтардың не екеніне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың мақсаты, білімділік мақсаты, жаңылтпаш пен жұмбақ арқылы білім алушылардың зерделілік, танымдық, еріктілік, ерекшеліктерін ұштау, жұмбақтар мен жаңылтпаштар туралы әдеби білім беру, білігін тереңдету, салыстыру, ажырата білу мен оқу, талдау машықтарын қалыптастыру. Тәрбиелік мақсатымыз көпшілік алдында өзін-өзі еркін ұстауға, білімін кеңінен қолдана білуге тәрбиелеу. Дамытушылық мақсатымыз білім алушылардың логикалық ойлауын, ой дәлділігін дамыту, сөйлеу мәдениетін жетілдіру, түрлі амал тәсілдер арқылы іздендіре отырып шығармашылыққа баулу болып табылады. Сонымен жаңылтпаш дегеніміз не екен? Жаңылтпаш адамның есте сақтау қабілетін арттырып, жылдамдық пен шапшаңдыққа шыңдайтын ауыз әдебиетінің бір түрі. Жаңылтпаштар әртүрлі болып келеді. Мысалы, топ бала, ойнап жүр топтала, зымырап доптала, қуады көп бала. Келесі, қолара, қорада тұр, қорада қолара тұр. Көрдіңіздер ма, жаңылтпаштардың қандай маңыздылығын баланың тілін дамытуда? 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Көрдіңіздер ма? Қандай тілдің ептілігін, шеберлігін дамытатын. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі. Келесі, әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып жатыр. Жарайсыздар. Осы сияқты көптеген жаңылтпаштардың түрлері бар. Жаңылтпаштарды айта арқылы, қатесіз, мүлтіксіз айту арқылы балалардың ойлау қабілеті, жаңағыдай тілі дамуына өте үлкен септігін тигізеді. Көптеген жаңылтпаштардың түрлері бар. Оның әрқайсысын біртіндеп оқып тоқталмай-ақ қояйын. Мына жерде слайдта көрініп тұр. Ал енді келесі жұмбақтар. Сонымен жұмбақ дегеніміз не екен? Жұмбақ ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан түрі. Ол бір нәрселердің белгілерін екінші нәрсенің белгілері арқылы жұмбақтап айту өнері. Жұмбақ мақал-мәтел сияқты тақпақтап, ұйқастырып айтылады. Жұмбақтар өте ертеден келе жатқанмен, әр уақытта халық оның жаңа түрлерін ойлап шығарып отырған. Мұхтар Әуезов айтқандай, жұмбақ адамның дүниетану жолындағы ойының, қиялының шамасын білдіреді деген екен. Жұмбақ болатын заттар: аспан әлемі, жыл мезгілдері, қоршаған табиғат, тұрмыстық заттар, мал, жан-жануарлар, адамның оның дене мүшелері, еңбек құралдары, тағы да басқа сондай заттар жұмбаққа ене алады. Әртүрлі заттар мен құбылыстар, білім, өнер ұғымдары да жұмбаққа енеді. Жұмбақтар соған байланысты тақырыбы жағынан да сан алуан болып келеді. Өздерің де кез келген нәрсені жұмбақтап, ұйқасын келтіріп, құрастыруларыңа болады. Бұл дегеніміз, яғни кез келген адам ойдан жұмбақ шығара алады деген сөз. Жұмбақ адамның ой өрісін, алғырлығын, білімін сынау үшін бір затты немесе табиғат құбылысын тұспалдап айтатын ауыз әдебиетінің бір түрі. Жұмбақ қара сөз түрінде де, өлең түрінде де, ақындық айтыс түрінде де болады. Жұмбақтың тілдік өрнектерінде халықтың тарихи қоғамдық өміріндегі, тұрмыс тіршілігіндегі өзгешеліктерді танытатын, солардан туындаған нақыш өрнектер, ауыстырулар өте мол. Көбінесе көзбен көріп, қолмен ұсталған, тұтылған заттар тұспалдауға, жасыруға желі болады. Метафораларға ұйытқы тірек сөздер алуан түрлі. Олар сан-саналы табиғат құбылыстарына, тұрмыс пен шаруашылық, әдет ғұрып, қоғамдық қатынастарға байланысты лексиканы қамтиды. Жұмбақ нысанасына айналған байламдар өмірдің барша құбылыстарын тақырып ете алады. Мысалы,
аспан әлемі, табиғат құбылыстары, жер, хайуанаттар, құстар, жәндіктер, адам, үй жабдықтары, киім-кешек, тамақ, сусын, ыдыс-аяқ, өнер, шаруашылық, іс құралдары, жол, қатынас, техника, оқу, білім, ойын-сауық, ән, күй, уақыт, дін, тағы басқа сол сияқты. Сонымен қатар кейінгі кезде жұмбақтардағы дәстүрлі тақырыптардың арнасы оқу, білім, ғылым мен техника дамуына байланысты толыға түсті. Ал енді жұмбақтарға тоқтала кетейік. Мысалы, көкөністерге байланысты жұмбақтар болса, қалың киім ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бұл не деген көп киім, 70 қабат көп киім. Жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді деп 40 қабатты айтқан екен. Сонымен осындай түрлі түсті жұмбақтың жауабын түрлі түсті суреттер арқылы көрсету арқылы да кішкене балалардың ойлау қабілеттерін, тілін, шапшаңдығын дамытуға болады. Міне қараңыздар. Кез келген жұмбақтың жауабын осындай түрлі түсті суреттер қолдану арқылы кішкентай балаларға қызықты етіп, оларды сабаққа қызықтыруға болады. Тек қана құр сөзбен ғана айтпай, көрнекіліктерін қолданған кезде ғана кішкене балалардың қызығушылықтары артатын болады. Міне, уақытты өлшеп санап, таппайды бір тағат. Бұның жауабы сағат, жарайсыздар. Және де, бұл не сонда? Білімнен мол сый асы, балғындардың ұясы дейді. Ал суретіне қараған кезде балалар бірден мектеп екенін білетін болады. Қыста киімін тастайды, көктемде киіне бастайды. Бұл әрине ағаш, иә? Жарайсыздар. Сонымен жұмбақтар, жаңылтпаштар деген өте қызықты тақырыптардың бірі, балаларға өте қызықты болады. Балалар түгіл, үлкен адамдардың өзі де жұмбақ шешуге, жаңылтпаштарды айтуға қызығушылықтары болады. Өйткені әркімде кішкентай кезінде өзінің балалық шағын есіне алады. Ал енді, құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың сіздерге қаншалықты түсінікті болғанын анықтау мақсатында сіздерге бірнеше сұрақтар қойғым келіп отыр. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер өздеріңіздің бүгінгі сабақты түсінгендеріңізді бекітесіздер, және де өздеріңізге де ыңғайлы болады. Жұмбақ дегеніміз не? Екінші сұрағымыз. Жұмбақ қалай пайда болған? Үшінші. Жұмбақ болатын заттар нелер? Төртінші. Жұмбақтардың тақырыбы қандай болады? Бесінші. Жұмбақтарды қалай құрастыруға болады? Алтыншы. Жаңылтпаш дегеніміз не? Жетінші. Жаңылтпаштың бала өміріндегі алар орны қандай? Жарайсыздар. Осы сұрақтарға сіздер толық жақсылап жауап береді деген сенімдемін. Ал енді кез келген сабақта үйге тапсырма беріледі, солай ма? Бірінші тапсырмамыз жаңылтпаштар жазып келу, ал екінші тапсырмамыз жұмбақтар жазып келу. Бұл тапсырмалар сіздерге қиындық тудырмайды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.